Жоғары сот кеңесі жанындағы сот төрелігі академиясында криминалистикалық полигон ашылды. Толық жабдықталған оқу бөлмесінде аяқ киім мен саусақ іздері, айғақ дәлел макеттері сияқты шартты қылмыс орны ұйымдастырылған. Бұдан былай болашақ судьялар оқыс оқиға орнында жүргендей тәжірибесін іс жүзінде шыңдай алады. Полигонның ашылу салтанатына президент әкімшілігінің өкілдері, парламент депутаттары мен сот әкімшілігінің басшылық құрамы қатысты. Қонақтар академияның жұмысымен танысты. Академия қабырғасында мемлекет басшысының Қазақстан судьяларының 9-шы съезінде берілген тапсырмаларын іске асыру барысы талқыланды. Бұл бағыттағы жұмыстар сот төрелігі академиясының 2025-2027 жылдарға арналған даму тұжырымдамасы аясында іске асып жатқаны айтылды. Біліктілігін дәлелдеген үміткерлердің негізгі тобы жаңағы айтып отқан конкурссыз сот судья қызметіне қабылдануына да осындай тетіктер қарастырылған. Яғни академияның әлеуеті негізгі мүмкіндігі артып отыр. Енді сол мүмкіндікті жақсы пайдалану негізгі осы академияның жоғары сот кеңесінің негізгі сол қызметіндегі бағыт бағдары мақсаты болып табылады. Түпкіліктегі мемлекет басшысының қойып отқан талабы ашық сот, әділ сот, халықтың сеніміне еге болу. Ең маңызды реформалардың конституциялық реформадан кейін ол мына сот жүйесіндегі реформа деп саналады. Президенттің айтқан тапсырмалары ол мына сот жүйесіндегі судьяларды дайындалған деген нәрсе. Ол академия правосудия сот жүйесіндегі академия дайындалады. Осының ішінде үлкен реформаларды жоғарғы сот кеңесі де өткізіп жатыр.